Еркек неге сізден суып кетеді? Негізі бұл жерде бір шарт бар. Өте маңызды шарт. Ол деген сөз, сіздер тұрмысқа шыққан кезде белгілі бір уақытта сіздер жақсы қарым-қатынаста болдыңыздар ма? Бұл шарт. Егер де сіз бұлай жақсы қарым-қатынаста бола алмасаңыз, онда ол сұрақ өте қиын нәрсе. Екінші шарт бар. Күйеуіңіз, еріңіз басқа адамдармен жақсы қарым-қатынас құрады ма? Егер де ол адам басқа адамдармен жақсы қарым-қатынас құра алмаса, ол жерде өте қиын момент. Сол себептен бастапқы кезде бір-біріңізде отношенияларыңыз күшті болды. Жақсы, басқа адамдармен жақсы қарым-қатынас құрады. Екі индикатор осы. Енді қараңыз. Күйеуіңіз не үшін суып кетеді? Көпшілігінде бірденен суып кетпейді. Біраз уақыттар өткеннен кейін менің күйеуім маған деген көзқарасы басқаша болып қалды. Мысалы 3 жыл, 2 жыл, 5 жылдан кейін менің күйеуім өзгере бастады дейді да. Бұл жерде сіздің күйеуіңіз өзгере бастады ма, әлде оның шыдамы сол жерге дейін жетті ма деген мәселе бар да. Ол сіздің жасап жатқан іс-әрекеттеріңізге сол уақытқа дейін шыдап келуі мүмкін. Енді қараңызшы, бізде не үшін енді еркек ол шыдап жүре береді, айтпай ма деген сияқты сұрақ туады бұл жерде. Ол кезде мен айтар едім, бізде особенно еркек адамдардың біздің қоғамда, тәрбиеде, біздің енді салт дәстүрімізде деп айтпай-ақ қойық, бірақ енді қазіргі қоғамның тәрбиесінде эмоцияны, еркектің именно эмоциясын сен айтпа, сен жылама, сен күлме, қыздар сияқты, сен бүйтпе деп бізді әбден жасап жатқан іс-әрекетімізді шектеп тастаған. Сол себептен біздің қоғамда еркек адамдар өзінің ішіндегісін көп айта бермейді. Ішіндегісін айту үшін оған сондай бір күш керек та бізде ше. Кішкентай кезімізден басып тастаған. Сондықтан ол сізден бір нәрсені ұнатпай жүреді. Дұрыс болып кететін шығар, дұрыс болатын шығар деп жүреді, бірақ арасында айтып тұрады. Бізде мынандай бір жағдай бар да, күйеуінің айтқанын әйел түсінбейді деген бір қағида бар да бізде. Сондай бір нәрсе бар, білмеймін. Енді ол жаңағы күйеуінің бір минустарын көргендіктен ол жиналып қалған обидалары ма, күйеуінің минустарын көргеннен кейін ол күйеуің кішкене бір түрлі адам, осының ақылы сәлі кемдеу ма деген сияқты бір түсініктерден қалыптасып қалатын нәрсе ма. Еркек өз әйеліне бір нәрсені айтып жеткізу өте қиын болады. Мысалға, сіздің күйеуіңіз де, мысалға, ол әйелдің күйеуі де, ол әйелден бірденнен суып кеткен жоқ. Бастапқы кезде айтты, мынандай жасама, бүйтпе, сөйтпе деп. Бірақ оның да айту тәсілі дұрыс болмауы мүмкін да. Ол ұрсып, айғайлап, жаңағыдай тиісіп, нұқып айтуы мүмкін. Содан ол әйел дұрыс қабылдамайды. Енді наяқтан агрессия келіп тұрса, ана әйелде не болады? Защита болады. Защита ол уже стресс та. Стресстен ол әйел оның айтқанын емес, оның айғайлағанын ғана түсінеді да. Әйел өзінің самооценкасын түсіреді, мен дұрыс емес адаммын деп. Ана еркек өзінің айтқанын жеткізе алмай қалады. Екі ортада кәдімгі бір каша болады да, былайша айтқан кезде. Бұламық болады. Так что күйеуіңіздің суып кетуі де бірденен болған жоқ. Уақытысында айтты, и ол нәрсе орындалмады, и ең больной тема мына жерде бір қателік қайталана берсе, сол жаман. Ең жаманы бір қателіктің қайталана беруі. Оны ол жасап жүрген адам да білмейді оның қателік екенін. Оның ойынша дұрыс, мысалға, әйелдің ойынша дұрыс ол жасап жатқан нәрсесі. Бірақ еркектің ойынша қателік. Мен айтамын, еркек пен әйел бір-біріне ұқсамайды. Адам шығар екеуі бірдей, бірақ миы, түсінігі мүлдем екі бөлек. Әйел жер болса, еркек аспан. Екеуі екі бөлек та. Енді ол әйел мен дұрыс жасап жатырмын дейді, бірақ еркек өзін агрессиямен көрсетеді, или айтпайды, или арасында бір айтып тұрады. Соны әйел түсінбейді. Бір істі жасай береді, тақ деп жасай берген сен, анау бар ғой, бір тастың үстіне бір шелек суды құйып жіберсең, ол тастың үсті су болады да қоя салады, кеуіп кете салады.
егер де сол шелекті биікке іліп қойып, шелектің астын тесіп қойсаң, сол шелектен тамып тұрған су ана тасты ойып тесіп шығуы мүмкін да. Дәл сол сияқты сіздің жасап жатқан, әйелдің жасап жатқан, енді әйел мен еркек бұл жерде әйелдің вопросы болып тұр да. Әйелдің жасап жатқан әрбір әрекеті ол еркекке қатты тиеді. Әр жасаған сайын қатты тиеді. Ана сол жерді тесіп шығады. Сол кезде уже ана еркек ол әйелге көңілі қалады. Еркектің көңілі қалуы өте опасный. Әйелмен екеуін салыстыратын болсаң, дұрыс, әйелді бұл жерде әйелдің көңілі қала берсін деген сөз емес. Оның да әр нәрсенің өзінің жауабы бар. Бірақ мынау еркектің ішінде кек деген нәрсе өте қатты болады да. Сол еркектің көңілі қалып қалса, өте опасный. Сол үшін баяғыда апаларымыз айтқан, еркектің көңілін қалдырған әйел оңбайды деген. Жақсылыққа апармайды деген. Так что мен айтар едім. Біріншіден, жаңағы бастапқы кездегі екі индикаторды қараңыз. Сізбен бұрын жақсы болған, және басқа адамдармен жақсы. Мен бұны опасный әйел деген курсымызда да айтам, разборға келген кезде де айтам, консультацияда да айтам. Сіз өзіңіздің жасап жүрген қателігіңізді тоқтатсаңыз, прям шикарный нәтиже уже, қателікті тоқтату ол шикарный нәтижеге алып келеді. Сол үшін біздегі разборда, көпшілігінде, разборда адамдар прям өмірлері 180 градусқа өзгеріп жататын сол себептен да. Жасап жүрген қателігін түсінеді, бітті да. Ары қарай коучинг алса да, или жаңағы курс алса да, ол әйел кәдімгі взлетает етеді да. Өйткені ол жаңағы күйеуінің көңілі суып кеткен, көңіл бөлмей қойған, ол әйел уже не істейтінін білмейді. Как будто бір төрт қабырғаның ішінде просто есікті таппай отырған адам сияқты да. Көп ондай әйелдер бізде. Өте көп. Мен алдыма келіп жатқан әйелдердің 99% сондай да. Енді 1600-ға жуық әйелдермен жұмыс жасадық қой. Енді жеке разбор консультация 472 адаммен разбор консультация өттім. Сол жердегі разбордағы 99% әйелдердің жағдайы осы. Бір бөлменің ішіне қалып кеткен сияқты. Енді қараңыз, сіз егер де қателігіңізді, мысалға, шелек деп ойлайық та. Стакан ғой, ішінде кофе бар. Егер де мынаның не жерінде тесік болса, мына кофе, қанша ішіне кофе құйсаң да, қанша қымбат кофе құйсаң да, мынаның ішіне миллион теңгелік кофе құйсаң да, мына кофе ағып кетеді жерге. Дәлі сол сияқты сіздің, мысалға, бір әйелдің бір қателігі болып тұрса еркек тарапына, мына жердегі тесік сияқты. Сол қателікті жаппайынша, мына тесікті жамамайынша, сен қанша жақсылық жасасаң да, ол жақсылықтар минусқа айнала береді. Мен бәрін жасап жатырмын, бірақ еш нәрсе болмай жатыр деген нәрсе осыдан басталады да. Так что, құрметті ханымдар, бұл мен айтқан сөзімнің ішінде ер кісілерге де пайдалы нәрсе өте көп. Так что, осы жерден жақсылап тыңдап, ой, жақсы айтты, вот дұрыс айтты деп өтіп кетпей, кішкене миыңызды қорытып, ойланып, қағазға жазып, мен мына жерде қателесіп жүрмін ба, мына жерде деп жазыңыз. Немесе біздің разборға келесеңіз, разбор, төмендегі описанияға біз не қалдырып кетеміз? Менеджердің номерін қалдырып кетеміз. Просто разбор туралы мағлұмат біліп алыңыз. Разборға келіңіз. Ақылы енді разбор. Бағасын бәрін менеджер өзі түсіндіріп береді. Разборға келіңіз. Біз точно сіздің қай жерде, иншалла, Алланың қалауымен енді, қай жерде сіздің қателігіңіз болып жатқанын табамыз. Сол разбордың өзінен өміріңіз 180 градусқа өзгереді. Егер де тағы да сіздің көкейіңізде жүрген осы отбасы қарым-қатынасында сұрақтарыңыз болса, осы видеоның описаниясына біз Google форма қалдырып кетеміз. Соның ішіне кіріп, анығымен жазыңыздар, анықтап, бірақ анықтап деген сөз ол ұзағынан жазу деген сөз емес. Анықтап, қысқа да нұсқа түсінікті етіп, сіз не істеп жатсыз, ол кісіден қандай сізге деген қарым-қатынас болып жатыр, сосын сіз қандай қарым-қатынасты қалайсыз.
осы 3 сұраққа жауап жазсаңыздар, иншалла бізде осы недегі ютубтағы сұрақ жауап айдарына соны қосып, сол сұрақтарыңызға жауап беретін боламыз.